Бесінші сабақ. Мекен жай. Өткен сабақтағы үй тапсырмасын тексеріңіз. Проверьте домашнее задание прошлого урока. Бұл сіздің жұбайыңыз. Ол 30 жаста. Бұл кісі менің атам. Ол 80 жаста. Бұл кісі сіздің күйеуіңіз. Ол 40 жаста. Бұл кісі сенің ағаң. Ол 35 жаста. Жаңа сөздер. Новые слова. Аты жөні. Имя, фамилия и отчество. Қайда? Где? Сіз. Вы. Аудан. Район. Емхана. Поликлиника. Бірінші сыныпта оқиды. Учится в 1 классе. Зейнеткер. Пенсионер. Мемлекеттік мекеме. Государственное учреждение. Маман. Специалист. Тұру. Жить, проживать. Жекеменшік. Частный. Болып жұмыс істеу. Работать. Бауыр. Кровный родственник. Үлкен бауыр. Старший брат. Кіші бауыр. Младший брат. Біздің ойымызша. По нашему мнению. 100. 100. Ауданында. В районе. Астана қаласында. В городе Астана. Жаңа базар ауылында. В ауле Жана базар. Төрлет. Заходи, проходи на почетное место. Бірінші тапсырма. Оқыңыз. Прочитайте. Менің аты жөнім Асқар Өмірбекұлы. Мен Алматы қаласында Әуезов көшесінде тұрамын. Мен жекеменшік фирмада инженер болып жұмыс істеймін. Менің отбасым шағын. Менің жұбайым 34 жаста. Оның аты Сәуле. Ол жекеменшік емханада дәрігер болып жұмыс істейді. Бір ұлым, бір қызым бар. Ұлым 7 жаста. Оның аты Санжар. Ол 1 сыныпта оқиды. Қызым 8 жаста. Оның аты Гаухар. Ол мектепте 2 сыныпта оқиды. Менің ата-анам Атырауда тұрады. Олар зейнеткерлер. 2 ағам және 1 қарындасым бар. Үлкен ағам Алматыда тұрады. Ал кіші ағам Астана қаласында тұрады. Үлкен бауырым 42 жаста. Оның аты Самат. Ол мемлекеттік мекемеде маман болып жұмыс істейді. Ал кіші ағам 38 жаста. Оның есімі Қайрат. Ол Атырау қаласында тұрады. Ол жекеменшік фирмада жұмыс істейді. Ал қарындасым студент. Оның аты Самал. Ол Астана қаласында Назарбаев университетінде оқиды. Сұрақтарға жауап беріңіз. Ответьте на вопросы. Асқар неше жаста? Асқар қайда тұрады? Ол қайда жұмыс істейді? Сәуле неше жаста? Сәуле қайда жұмыс істейді? Санжар неше жаста? Ол не істейді? Самал қайда оқиды?
Атырауда кімдер тұрады? Самат, қайда? Кім болып жұмыс істейді? Қайрат қайда тұрады? Және қайда жұмыс істейді? Ережемен танысыңыз. Ознакомьтесь с правилом. Жатыс септік. Местный падеж. Жалғаулары. Окончание. Да, де, та, те, ында, інде. Мағыналары. Значение. Қимылдың мекені. Асқар Астанада тұрады. Местонахождение лица или предмета. Оскар живет в Астане. Қимылдың жасалу мезгілі. Мен дүйсенбіде тенниспен шұғылданамын. Время действия. Я займусь теннисом в понедельник. Адам жасы. Болат 20 жаста. Возраст человека. Булату 20 лет. Екінші тапсырма. Тиісті жалғауды жалғаңыз. Поставьте нужные окончания. Үйге тапсырма. Суреттегі сұрақтарға жауап беріңіз. Ответьте на вопросы. Олар қайда тұрады? Үлгі. Қайрат Атырауда тұрады. Қайрат Атырау қаласында тұрады.